Болды, мен енді ана үйге қайтып бармайым. Шыдамның да шегі бар. Мына жасағандар уже слишком. Не? Сені өлтіріп тастады ма? Жоқ. Онда слишком ештеңесі жоқ, так что бар. Қай, кет. Олар мен WhatsApp-тағы туысқандар деген группаға қоспапты. Қалай мен олармен бірге тұрамын енді? Сонда сен сол үшін қайтып келіп отырсың ба? Қайта қуанбайсың ба? Күнде ертеңгісін қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін деген мағынасы жоқ, түкке керегі жоқ суреттер келіп мазаңдалмайды. Сонда да уважение болу керек қой. Сонда группада болмасаң уважение жоқ па не? Я? Сонда 30 жылдан бері мені ешкім сыйламайды, тек қана осы 3 жылдан бері ғана мені уважать етеді деп айтқым келіп тұр ма? Мамайын, сіздердің кездеріңізде техника болмады ғой. Кім айтты техника болған жоқ деп? Сепаратор не? Техника емес па? Сол арқылы біз уважениенің көкқасқасын ойнататынбыз. Так что бар, WhatsApp-ымда да қайқа кет. Мені WhatsApp-тағы группаға қоссын, сосын бірақ қайтам. Сен не деп қосан? Қайт етсе болды, покинула группу деп үйден бірақ шығасың. Обидно ғой, мама. Кемдерін қосса болады ғой, мен WhatsApp-та тек қана класстастар деген ғана группадамын. Ютуб 1 сентябрь мен 25 майда ғана жазам. Әй қыз, көршілер деген группа сенің қайтып келгенді естіп қалса ұят болады. Так что ана мегабайттарын жина да қайқа кетші бар. Жоқ, мен осында қалам, мама. Қарағым, сен біздің группада черный список екенін білесің ба? Так что барда өзіңнің әулетіңе админ бол. Қалай админ болам, мам, группада жоқ болсам? Кәдімгідей, балату тәрбиеле, әулетіңді көтер. Сонда 20-30 жылда автоматически админ болып шыға келесің. Мен группаға қосыпты. Бар, группаңның гүлі бола ғой. Әй, келін. Атыраудан туыстар келді. Жақсылап тұрып дастархан әзірлеп жібер. Ой, блин. Сауап болды, сауап. Ақымақ. Үш, мұлар мен группадан шығарып жіберген ба? Да ну? Мен сендерді шақырдым. Негізі маған өте көмек керек. Қандай көмегіміз керек болып тұр? Ну қандай? Сен маған сұрақтар бересің ғой, правильно? Бересің ғой. Ал неге сен қан тапсырмайсың? Біз не үшін қан тапсыруымыз керек? Отдает, Отдает. Как не үшін? Халық үшін, правильно? Халық үшін. Вот. Негізі халық ол қан ішіп жатыр ғой. Халық қан ішіп жатыр дегеннің мағынасын түсінесіз ба? Ну, әрине түсінем мағына. Мағына, он есть мағына. Правильно? Халық ауру олар қан керек. Вот. Ал неге себеп? Денсаулық бірінші. Денсаулық ол самый основной. Вот менде таза қан. Вот, это доказано. Чингизид же, в конце концов. Чингизид болсаңыз төресіз ғой. Ну, конечно, әжешка аташка айтқан маған. Бірақ төре ол жүзге кірмейді. Вот. Төре ол совершенно бөле, отдельно. Вот. Правильно? А мен отдельно емеспін. Мен халықпен, еще раз подчеркиваю, халықпен бірге. Вот. Сіздің қан тапсырғаныңыз халыққа қандай әсер етеді? Вот ты даешь, морковка. Халық қараңғы, өте қараңғы. Ал менің қан елдерге құят, правильно? Көз ашылады, кое-что тоже ашылады, бәрі ашылады, денсаулық мықты болады. Сіздің қаныңыз бүкіл халыққа жетеді деп ойлайсыз ғой? Мәселе ол жету емес. Мәселе ол көмек беру керек, правильно? Халыққа көмек беру керек. Вот. Көмек сен бүгін тапсырасың. Правильно. Ертең мен тапсырам. Ертең мынау тапсырады. Мэлс Маратович, я сдал кровь за вас. Ол Катель, өте молодец. Молодец. Еще 500 грамм можно тапсыруға. Вот. Так, ну все. Жұмысқа бару керек. Жаңа қан тапсырдым мен. Вот. Денсаулық кішкене подшатался. Вот. Кешірімді сұрайым. Рұқсат болса, мен бара берейін. Все, давайте. Жан, менің ойымша,
біз көп ұрсысамыз. Оған себеп біз бір-бірімізді сирек күлдіртеміз. Сол үшін осы мәселенің шешімін табайық. Е? Бірінші этап. Бір-бірлеріңізді көбірек қытықтаңыздар. Бұл жібіңіз айтқан әзілге күлуге дайындайды. Менде қытық жоқ. Онда екінші мәселеге қалай өтеміз? Бар екен ғой. Отлично. Онда екінші этапқа көшейік. Екінші этап. Сүйіктіңізге анекдот айтып беріңіз. Дайынсың ба, жан? Тыңда. Помада мен туштың ұқсастығы неде? Екеуін де аузыңды ашып жағасында. Күлкі екен е. Енді сен? Тыңда, бір кісі сұрайды екен. Бос уақытың бар ма дейді. Бар, қашан қайтарасың? Күлкілеміз. Қойш, нормально ғой. Сенің приколдарыңыз бір түрлі. Ой, сенікі прям күлкілі. Сонда не? Бағана өтірік күліп тұрсың ба не? 200-ді. Мен саған жүрегімді ашып айтып тұрсам, сен мен жүрегіме қанжарды алдың да қададың. Неге жүрегіне? Ода қайда? Хотя бы аяғына. О жер ауырмайды дейсің ба? Şu енді, зато тірі қаласың. Жүректің жақсы ғой. Ол жердегі жара жазылмайды да. Ақсандап жүремін ғой. Шын, мынау енді күлкілі. Күлме. Ақсандап кетпедің бай. Қарындас тоқтаңыз, төлеңіз деймін. Төлемеймін, мен не үшін төлеуім керек? Сіз мені апаратын жеріме апарған жоқсыз ғой, төлемеймін. Қарындас төлеңіз, итак балаңыз салон үшін бәрін бүлдірді. Жақсы ырым емес па? Менің балам сіздің машинаңызда бүлдіргенде қуанбайсыз ба, хотя? Қандай жақсы ырым, айналайын. Машина ішін бәрі сасып кетті ғой. Сасып кетті, бағанан бері сасып атқан. Зато мен баламнан кейін күшті иіс шығып жатыр, қараңызшы. Жарайды, 500 теңге беріңіздер, шыға беріңіз, 500 теңге. 500 теңге? Сіз вообще ұятсыз екенсіз ғой? Мен анамын, менің балам бар. И вообще ана болу, балаға қарау, көлік жүргізу сияқты оңай емес, түсіндіңіз ба? Тіл тигізбеңіз менің жұмысыма. Сіз де менің жұмысыма тіл тигізбеңіз. Вообще, вот сіздің жұмыстарыңыздың біздің қоғамға қандай пайдасы бар? Мысалы, мен Геннадий Головкин сияқты күшті керемет боксер өсіріп келе жатырмын. Ертең ол өскеннен сіздің бычтың шығарады, түсіндіңіз ба? Болды. Не, мен кішкентай баламнан қорқадыңыз ба? Ояқтыңыз, айғайлап, мәңіз, қараңыз. Алыңыз балаңыз. Алыңыз деймін балаңыз. Қараңыз мен балама, қараңыз мәңіз. Қарамайым мен. Ақшаңыз да өзі, балаңыз да керек емес, шыға беріңіз есте. Енді дұрыс болды. Есіңізде болсын. Мен анамын, менің балам бар, менің айтқаным дұрыс. И вообще, сендер бізді бағалау керексіңдер, түсіндер ма? Все, мен кеттім. Ямать! Бекер қалдым осы. Дәу қысшы. А? Қысшы деймін саған. Мен не істеп қойдым босеке? Мына газельді қысшы деймін. Қыс. Давай. Давай. Қыссай. Ой, сенен мен тек жүгірім ғой. Қысшы сен, Болсайшы енді. Қысындашы бәрі. Давай. Қалайсың бауырым? Жұмыс барысы, жүрек қағысы қалай? Здорово. Что-то случилось? Почти случилось. Не понял. Сен орысша жақсы білемдірмін ғой, сөйлесші. Басеке, ол кезде ана жігіттерден ұят болмасын, кішкене абырой болсын деп өтірік сөйлей салған ғой.
Брат, тебе нужен крыша? Ну, я крыша будем делать. Нет, не надо, у меня палатка же. Нет, я вижу палатку, но не такой. Вот этот... Рекетир фильм смотрел? Вот такой мы крыша, почти. Ребят, у меня времени нету, может в следующий раз пообщаемся? А что так? Я тороплюсь. Ладно, счастливого пути. Все, счастливо. Айттым, орысша үйреніңдер, оқыңдар дедім сендерге. Үш тілді мемлекетпіз. Пойдемте. Так, айт, не дейсің? Сен кімсің маған сөз қайтаратын? Ага. Ты кто возвращает мне слово? Қайтала. Ты кто? Возвращает Возвращает мне слово. мне слого. Слово. Басеке, орыстармен жұмыс істемей қояқшы. Өзіміздің қазақтарды крышавать етейікші. Артық ақша бір жерің тесіп барады ма? Давай, қайтала, келесі не? Сен не? Қазақтың кең байтақ жеріне сыймай жүрсің ба? Так. Ты кто крайний... Ты кто широкий без краш... Бопты. Өзіміздің. Қазақтармен ақ жұмыс істей берейік. Сөйтейікші, Басеке.